Мінекей мен 22-ші автобуста келе жатырмын. 536 AD14 деген. Мені 2 ай алдама бұрын, мен білмеймін енді неше ай алдама жүретінімді, полицияны шақырдым, полиция келмей жатыр. Мінекей мен автобустан шығармай қойды, өйткені мен ақша төлеген жоқпын. Неге ақша төлеген жоқпын? Өйткені кондуктор тек қана орыс тілінде хабарлап отырды. Мінекей енді мен Павлодар қаласында жүрмін, полиция мені қарсы алмай жатыр. Мен уже аудио үндеу жасап жатырмын, біздің видео үндеу. Сіздер келесіздер ме жоқ па? 10 минут. Мінекей мен білмеймін қандай алдама. Қандай алдамадамыз біз? Мен автобустың ішінде, мені күш қолданып әйтеуір мені шығармай қойды. Автобустың ішінде мен жүрмін. Автобустың ішінде отырмын, қаланы аралап, ашыдер әлі. Жоқ, қалай хабарласады? 10 минут. Мен өзім аялдамамнан неше аялдама өтіп кеттім. Мен қазір видео үндеуді ютубқа жіберем, енді басқа менде не жоқ. Мен қазір білмеймін, қандай алдама екенін айтпайды. Қандай алдама мынау, а? Қандай алдама қазір болады, а? Мен даже білмеймін. Балам, қазір қандай алдама болады? Асхана, столовая. Асхана болады, асхана болады дейді. 22 мен келе жатыр. Иә. Асхана аялдамасы. Келесі аялдама Павлодар мемлекеттік педагогикалық Вот келесі аялдама Павлодар педагогикалық университеті дейді. Павлодар приватизация, педагогический